Рахмет. Көп рахмет. Енді жаңағы зерттеу барысында қарап отырсақ, біздің халықтың бала тәрбиесі, педагогикасы да, тарихы да, бабалардан келген жолының бәрі ауызша, ұрпақтан ұрпаққа ауызекі тілмен ауысып келген екен. Соны мынау кешегі 19 ғасырларда мынау тоталитарлық жүйе дейміз ба, сол жүйе мынау халықтың жаңағы өзін ұмыттыру арқылы, тарихын ұмыттыру арқылы, қолына тарихтарың мынау кезден басталады деп, ауызша тарихын ұмытып, жазбаша тарих қолына беретін болсақ, оларды басқаруға, билеу оңай болады деп сондай шешімге келген. Сонда біз неге осы көп ұғымдарды, құндылықтарымызды жоғалтып алдық? Соның себебі осы жерде жатыр. Енді оны қалай тірілтеміз деген кезде, біздің бағымызға қарай түгел сөздің түбі бір, түп атасы майхви деген бір ауыз сөз қалып кетіпті. Ұрпақтан ұрпаққа код қалып кетіпті, код. Сонда осы кодтың кәдімгі алмас сияқты өте бір ғибратты кодты біз ашатын болсақ, осының құпиясын, онда біздің сөзіміздің тарихы да, бала тәрбиесі де, біздің анау хандар жүйесінде, билер жүйесіндегі, біздің ойлау жүйемізде, сөйлеу жүйеміздің де барлығының майқыға тірелмейтіні жоқ. Соны осы бағымызға қарай қайта жандандырғымыз келсе, осы майқыдан бастауымыз керек. Жаңа айтылғандай, майқы жалпы тарихта 3 болған. Енді мына жерде тарихшы кісілер бар. Жалпы бүгінгі бұл мынау кітап, бұның несін айтып кетейік, мазмұны бұл тарихи кітап емес, психологиялық кітап емес, әдеби кітап емес, лингвистикалық зерттеу емес, бұл рухани танымдық еңбек. Енді рухани танымдық еңбек, оның ішінде тарихты да, тілді де, әдебиетті де, бүкіл жанрларды бірге қамтымайтын болсақ, біз қазақ деген ұғымды дұрыстап тани алмайды екенбіз.